Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұр Шамбыл. Бүгінгі видеода жеңіл әрі жылдам дайындалатын тіске басар чебурекидің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен, егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда дәл қазір тіркеліп батырмасын басыңыздар, қоңыраушаны басып, жаңадан шыққан видеолармен таныса отырыңыздар. Менің каналымда сіздерге жеңіл әрі жылдам дайындалатын тағамдардың рецептімен бөлісетін боламын. Чебуреки үшін бізге 4-5 тазартылған картоп керек. Оны 4 бөлікке бөліп аламыз және жылы суымыздың үстінен саламыз. Барлық картоптарымыздың үстінен жарты қасық тұз саламыз және де оны отқа қайнатамыз. Осы біздің картоптарымыз қайнағанша біз қамырмен айналысатын боламыз. 250 грамм ұнымызды толық електен өткізіп аламыз. Електен өткізілген ұнымыздың ортасын ашамыз және сол ортасына 200 грамм тұзды суымызды аз-аз бөліктерден құйып шығамыз. Және де қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыздың әдемі шығуы чебурекиіміздің жақсы және де әдемі шығуының бірден бір себепкері. Егер қаласаңыздар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бір немесе жарты қасық разрыхитель қосып жіберулеріңізге де болады. Қамырымызды жақсылап тағы да 2-3 минуттай илеп шығамыз. Толық июі қанғанша оның бетін жауып демалдыруға қоямыз. Осы аралықта біздің картопымыз қайнайды және де картопымызды езіп, одан пюре жасаймыз. Езілген картопымызды үстіне бір дана пиязымызды жақсылап турап аламыз да табаға қуырып аламыз. Қуырылған пиязымызды пюреміздің үстінен саламыз және татымына қарай тұз және де бұрыш қосып араластырамыз. Біздің пюреміз дайын болды. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Еттің қамырының көлеміндей және жұқалығындай жайып шығамыз. Және де жұқалап жайылған қамырларымызды формамыздың көмегіменен дөңгелектеп кесіп шығамыз. Шамамен 10-12 см болатындай қамырларымызды дөңгелектеп кесіп аламыз. Және де ортасына начинка саламыз. Қамырымыздың бір шетіне картопымызды саламыз да, оны жақсылап екі бетін теңестіреміз. Теңескен қамырларымызды осылай вилканың көмегіменен шеттерін басып шығамыз. Сонда шеттері жақсылап басылған қамырымыздың ішінен начинка қуырылған кезде түсіп қалмайды. Және де вилкамен басуымыздың бірден бір себебі ол қуырылып шыққан кезде біздің чебурекиларымыз өте әдемі көрінеді. Жұмсақ қамыр болғандықтан екі шеті бірден жылдам жабыса қояды. Чебурекиларымыз дайын болғаннан кейін оны табамызға қуырып аламыз. Екі шетін қызартып пісіріп аламыз. Чебурекилардың начинкасы піскен болғандықтан біздің чебурекиларымыз өте жылдам піседі. Шамамен 2-3 минутта екінші бетіне аударып пісіріп аламыз. Өте жылдам дайындалады. Жеңіл әрі оңай, әрі дәмді, әрі тойымды. Сіздермен болған Ақнұр Шамбыл. Баршаңызға ас болсын.